Мысық туралы әңгіме. Биыл үйде тышқан пайда болды. Бұрын жоқ еді. Жалғыз менде емес, көрші үйлерде де солай екен. Не істейсің енді? Күресті бастап кеттік. Улы дәрінің 7 атасын әкеп септім. Жарықтығы әсер етпейді. Өлген қырылған тышқан көрген жоқпын. Түнде тықырлап бастайды. Қолға хлопушка алып тышқан қуалап кеттім ақыры. Жұрт мысық асырасайшы деп кеңес береді. Асырағанда да үлкендеуін ал, кішісін алсаң ол өсем дегенше қанша уақыт кетеді дейді. Енді бірі алғасын пародасы мықтысын ал, олар ақсүйек боп келеді, ұрлық жасамайды дейді. Содан не керек? Ойликстан мысық қарадым. Бізге бәрі мысық болып көрінгенімен, бұлардың да түрлі пародасы бар екен. Әкең қымбат бағасы. Кейбірі 500 мыңға дейін барады. Алмаған пародасы жақсы, өзі үлкен, әдемі әрі тегін мысық керек емес пе? Еркек болса тіпті жақсы, туып бәле болмайды. Ақыры сондай біреуін таптым. Сибирский парода депті. Дереу егесіне звондап, брондап қойдым. Кешке әкетем дедім. Кеш болды. Қасыма Рүстем деген көршімді ертіп Жұлдыз микрорайонына бардым. Иесі орыс екен. Келіңдер, отырыңдар деп ілтипатын көрсетіп жатыр. Арғы бөлмеде бір ересек қыз жылап жүр. О, байғұс, мысығын қимай жүр екен, сөйтсек. Содан сұрақтар кетті. Мысықты не үшін беріп жатырсыздар дедім. Көшіп бара жатырмыз басқа қалаға деді. Мысық қанша айлық? Айлығы несі? 2 жыл болды. Пародисте екен ғой, иә? Иә, сибирский парода. Ол қандай? Қазір көресің, деді де, Балу деп шақырды. Есіктен бір тоқтыдай мысық еріне басып кіріп келді. Жүндері ұзын, әбден семіріп алған, көріп шошып кеттім. Сөйтсем, сибирский дегендердің жүндері ұзын, терісі қалың болады екен ғой. Мен қайдан білейін? Кәдімгідей ойланып қалдым. Орыс кемпір мысықты әрең дегенде көтеріп қолыма берді де, ал енді тыңда деді. Егер қағаз қаламың болса жазып ал. Жоқ, бұлай жаттап аламын, айта беріңіз дедім. Мұның есімі Балу, документі міне. 2014 жылғы 1 сәуірде дүниеге келген деді құжатын беріп. Айдоспен туған күні бірдей екен, иә деп қойдым ішімнен. Мұны 2 айда бір рет ветеринарный клиникаға барып тексертіп тұрасың. Мұнау медкнижкасы, 3 прививкасын салғыздым. Қалған 7-еуін өзің саласың. Мұнау шампуны, айына 2 рет шомылдырасың. Ал мұнау сүлгісі, жүнін фенмен кептіресің міндетті түрде. Әйтпесе суық ұстап қалады. Бұл фенге үйренген мысық қорықпайды, уайымдама деп қояды. Әрі как будто соны уайымдап тұрғанымдай. Сосын киткаттан басқа тамақ бермейсің. Себебі соған үйренген. Байқа, вискс беріп қойма, әйтпесе ішіне жақпайды. Ішін өткізесің. Ал мынау жастығы, түнде осыған ұйықтайды. Төсегі жылы жерде болсын. Күнде кешке жүнін тарап бересің. Мынау тарағы. Сосын қатаң ескертетін бір нәрсе, канализацияның суын беріп ауыртып қойып жүрме. 5 литр тас сай алсаң, саған біразға дейін жетеді. Соны бересің. Сосын тамақ ішетін ыдысын ашкен соң жуып қой. Феримен жуған соң әбден шай. Сабынның иісі шығып тұрса, біздің Балу тамақ ішпей қояды деп барып тоқтады әжем. Ал Балуының түріне қарасам, көзін жұмып алып, тіземде пырылдап жатыр. Мойнына очейник тағып алыпты. Балу деген жазуы бар. Орыс әжем бір нәрсе іздеп жатыр. Не іздеп жатыр десем, мысықтың ыдысы екен. Мынау ыдысы. Балу сипалағанды қатты жақсы көреді. Егер мазасы қашса, алдыңа алда сипала, сонда ашуы тез басылады. Ал егер ашуландырып алсаң, үйіңнің бәрін шашып тастайды. Сосын айтатын тағы бір нәрсе, туалеті. Қазір ыдысын беремін, соған газет төсеп қоясың. Балу соған отырады, сосын газетті тастай саласың. Далаға шығарып жіберіп жүрме, қорқып паникаға түседі. Тәк, енді маған телефоның мен үйіңнің адресін бер.
2 күнде бір рет телефон соғып, Балудың жағдайын біліп тұрамын деді. Бердім, жазып алды. Ал ендеше мысықты ала қойыңдар. Қатты қимайда тұрмыз. Амал жоқ. Үлкен қызым шыдай алмай жылап сыртқа шығып кетті. Кіші қызым да ана бөлмеде бүк түсіп жылап жатыр. Кішкентайынан не керек, соскамен өсіріп едік. Амал не, бір бүйрегімді жұлып бергендей күй кешіп тұрмын деді кемсеңдеп. Бір сұрағым бар еді. Бұл тышқан ұстай ма дедім. Тышқан? Жоқ, ұстап көрмеген. Сен мұны тышқанға салайын деп тұрсың ба деді көзі атызданып. Үйде тышқан көбейіп кетіп еді, соған мысық керек болып. Қарағым, білесің бе, тышқанда қанша инфекция болатынын. Балу жеп ауырып қалса қайтесің. Бірақ үйде тышқан болып жатса, әрине балу қуатын шығар. Мүмкін қорқытады. Мысықтың иісін сезіп те тышқандар қашып кетеді. Уайымдама деп жұбатқандай болды. Ондай кезде шұғыл шешім қабылдау қиын екен. Мысықты не алар не алмасымды білмей отырып қалдым. Рүстемге сыбырлап, Іреке, не істесем болады дедім. Ол болса іштей шексілесі қатып отыр екен. Маған әзілдеп отырма білмедім. Айеке, сенің орныңда болсам алып көрер едім. Бәрін бастан өткеріп көру керек қой деді. Кемпір де менің түріме қарап, Айбек, у тебя все в порядке? У тебя глаза больше стало, чем моего кота деп қояды. Мен байғұс не деймін? Сұрап тілеп келген өзім. Амал жоқ, аюдай мысығын арқалап есіктен шықтым. Жол бойы машинада Рүстем мені мазақ қылып барды. Мысық машинаның салдарынан қорқып мазасызданған сайын басынан сипалап қоямын, ашуланып кетпесін деп. Содан үйге жеттім. Ал әйелім мысықты көріп шошып кетті. Есің ауысқан ба? Неменеге кәрі дәу мысыға келгенсің? Мынаны тойдыра алмайсың ғой деп ұрысып жүр. Мен байғұста үн жоқ. Егер кемпірдің айтқан талаптарын айтатын болсам, талып құлайтын шығар ана жерде. Мысық үйдің бөлмелерін аралап, керден басып жүр. Тышқандар Балудың иісін сезіп жүктерін жинап жатқан шығар деп іштей өзімді жұбатып қоям. Төсегін салып бердім. Туалетін қасына қойдым. Әйеліме айтпай тас сайында әкеліп құйып қойдым. Киткаты да дайын, тарағын, шампунын бір бұрышқа қойдым. Бір кезде телефон шырылдап, көтерсем орыс кемпірім. Сол баяғы Балудың қал жағдайын сұрап жатыр. Алло, Айбек, алло, бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Балу еркек мысық қой, оның күйлейтін кезі болады. Оны дәрігеріне апарсаң айтады уақытын. Сол кезде бір ұрғашы мысыға келесіңде, бір күнге екеуін бір бөлмеге қамап қоясың. Айтпақшы, далада жүрген мысыға келіп беріп жүрме, бүргеші жұғып жүрер. Оны дәрігермен ақылдасасын ғой деді. Оқиғаның кульминациясы осы болды. Әрі қарай шыдай алмадым. Тышқан ауламаса несі мысық әкең? Енді мысықты бағып қағу қалып еді. Ертең азанмен апарып тастаймын деп шештім. Түнімен дөңбекшіп шықтым. Мысықты да бұлай күтетін адамның барына таң қалдым, шынымды айтсам. Сірә болмағанда өзімде соның біріне айналып кете жаздадым. Содан таңғы сағат 5-те әрең болғызып, мысығын апарып тастадым. Орысқа мысығыңды олай күте алмайды екенмін. Мен жоқта тышқан жек қойып, ішіне инфекция түсіп өліп қалып жүрер. Обалына қалмайын дедім де, тастай ауыр мысығын қолына ұстатып тайып тұрдым. Жеңілдеп қуанып кеттім. Қой, мысық асырамай-ақ қояйын бүйтіп. Олай етіп тіпті баламды да баптамаймын әкең. Одан да дұрысы қақпан сатып алайын деп шештім. Онсыз да келесі варианттың кезегінде қақпан тұрған. Түс ауа базардан қақпанның бірнешеуін сатып алдым. Сөз жоқ, эффект мықты екен. Ортасына сыр қойып қоясың да, тыныш ұйықтай бересің. Алғашқы күні сенесіз бе, 3 бірдей тышқан ұсталды. Ал бүгін біреуі. Сөз жоқ, мықты екен. Мысық асырағанша, баяғыдан қақпан алсамшы. Тышқаннан шығып жатқан әңгімем ғой бәрі. Тышқан,
мысық қақпан. Әңгімем осымен тәмам.